Сәлем достар, бүгінгі түс жору шығарылымында түсіңізде өрмекші көрсеңіз қалай жорылады? Ең алдымен каналға тіркеліп қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Өрмекшіні түсінде көрген әйелді шынайы өмірде серігі оны тастайды деген қорқыныш билейді. Ол өз күші мен қабілетін тиісінше бағаламайды. Бұл бойында қорқыныштың пайда болуына себеп болады. Түсіңізде өрмекшіні көру жұмыста белсенді және мұқият екеніңізді білдіреді және қайтарымы ретінде сәттілік серігіңізге айналады. Өрмегін құрып жатқан өрмекшіні түсіңізде көру, өз үйіңізде тыныш және бақытты боласыз. Өрмекшіні өлтіру әйеліңізбен немесе ғашығыңызбен жанжалдасасыз. Өрмекші шағып алса, сатқындықтан жапа шегесіз. Өрмегінде ілініп тұрған өрмекші тобының арасында қалсаңыз, керемет оңтайлы жағдайлар басыңызға қонады. Мықты денсаулық, байлық, достардың көмегі. Үлкен өрсекшісі бар өрмекке жолығу, қауіпті байланыстарға қарамастан өмірде жетістікке тез жетесіз. Өте үлкен және кішкентай өрмекші қатар көрінсе, істеріңіз сәтті жүреді. Әлі талай рет бағыңызға қуанатын боласыз. Үлкен өрмекші сізді түсіңізде шағып алатын болса, жауларыңыз бағыңызды қағып кетеді. Ал кішкентай өрмекшінің шаққаны сізді кішігірім қызғаныш мазалайды. Егер үлкен өрмекшіден қашсаңыз, сәттілік сізді масқара қылатын жағдайларда кетеді. Ол өрмекшіні өлтірсеңіз, бәлкім беделді лауазымға ие боласыз. Алайда ол тіріліп артыңызға түссе, сізді ауру мен сәттіліктің құбылмалылығы қынжылтады. Түсінде алтын өрмекшіні көрген қыз жақын арада бақытқа кенеледі. Түсіңізде тор көру иманы жоқ әйелді иемденуді білдіреді. Достар, осымен бүгінгі түс жору шығарылымы аяқталды. Видео ұнаса, лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.